Tamam. Hello, my dear students. Today we are going to take the verb to be. Бүгін біз to be етістігін өтеміз. Қай кезде және қалай қолданамыз? To be етістігі үшке бөлінеді. Яғни бұны біз тек қана be деп қолданбаймыз. Ол ашылады. Үшке бөлінеді. Am, is, are. Am, is, are. Қай кезде осы үшеуін қолданамыз? Am'ді біз I мен деген сөзбен қолданамыз. Is'ді біз he, she, itпен қолданамыз. Және are деген ол көпше түрде you, we және theyмен қолданамыз. Енді I'де отырғанымыз бұл жерде мен, he дегеніміз ол, яғни ол туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, он студент деп айтатын болсақ, ол студент. Біз қазақша бәрін ол деп аударамыз. She деген ол да ол деп аударылады, бірақ қыз туралы айтқан кезде қолданамыз. It деген ол деп аударылады, бірақ біз жануарлар мен жансыз заттар туралы айтқан кезде қолданамыз. Келесі, көпше түрде are етістігі ол you, сен немесе сендер, сіз, сіздер деп аударылады. We дегеніміз ол біз, they деген олар. Енді сөйлем құрастырып көрейік. Қалай қолданамыз? Мысалы, мен мұғаліммін деп айтатын болсақ, яғни бұл to be етістігінің аудармасы болып табылады деп аударады, яғни является орысша айтқанда, я являюсь учителем, мен мұғалім болып табыламын деп айту үшін біз енді болып табыламын демей, қысқаша мен мұғаліммін деп айтамыз. Онда біз былай жазамыз. I am. Плюс дегеніміз болымды, бірінші болымды сөйлем жазамын. I am. Біз бұны қысқартып I'm деп жазамыз. A teacher. Teacher. Неге N-ні қоямыз? Себебі teacher мұғалім деген ол саналатын сөз. Біз мұғалімдер деп санай аламыз. Бұл артикль бір зат туралы айтқан кезде қолданылады. I am a teacher. Мен мұғаліммін. Ол мұғалім. Он учитель деп айтатын болсақ. He is, немесе his, былай қысқартып жазамыз. A teacher. Келесі, ол мұғалім қыз туралы айтатын болсақ, онда біз he-дің орнына she-ді қоямыз. She is a teacher деп айтамыз. Сен, ол, сендер, біз және олар мұғалімдер деп айтатын болсақ, біз жазамыз. We are, біз мұғалімдерміз. Онда уже мұғалімдер деген сөзге, мұғалім деген сөзге біз S жағып кетеміз, мұғалімдер көпше түрде. Мы являемся учителями. Орысша аудармасы біз мұғалімдер болып табыламыз. Бұл болымды. Келесі, минус дегеніміз ол болымсыз. Қалай болымсыз сөйлем құрастырамыз? Болымсыз мағынасын беретін ол not деген сөз. Яғни, біз not деген сөзді қосу арқылы болымсыздық мән береміз. Мысалы, мен мұғалім емеспін деп айтатын болсақ. I'm not a teacher. Мен мұғалім емеспін. Ол мұғалім емес. Қалай айтылады? He is not a teacher. He is not a teacher. Енді біздер мұғалімдер емеспіз деп айтатын болсақ, we are not, немесе біз бұны aren't деп оқимыз, aren't деп жазылады, бірақ ол aren't деп оқылады. We aren't teachers. Біз жаңа болымды және болымсыз сөйлем құрастырып үйрендік. Енді сұраулы сөйлем құрастырайық. Сұраулы сөйлем қалай құрастырамыз? Яғни сен мұғалімсің ба? Немесе олар мұғалімдер ме? Қалай сұраймыз? Енді М-дан бастайық. Мен мұғаліммін ба деп сұрайық. Ол кезде біз мына жердегі қараңыздар. Мына жердегі M, is, are деген етістіктер бар ғой. Соны біз бірінші орынға қоямыз. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемнің көбісі етістіктен басталады. Біз M-дан бастаймыз. Am I a teacher? Мен мұғаліммін бе? Жауабын
айтатын болса, бұл general question сөйледі, яғни жалпы сұрақ, иә. Мен мұғаліммін бе? Иә, жоқ деп жауап беретін сұрақтар general questions деп аталады. Иә, мен мұғаліммін, жоқ, мұғалім емеспін деп қалай жауап береміз? Яғни жауап береміз. Yes, I am. Немесе no, I'm not. Келесі, ол мұғалім бе деп сұрайды, иә? Is he a teacher? Ол мұғалім бе? Иә, ол мұғалім. Yes, he is. Яғни қараңыз, байқасаңыздар, мен мына жерде мұғалім деген сөз қайталап тұрған жоқпын, иә? Жауабында осы yes, he is десеңіз, ол уже түсінікті, иә? Ол мұғалім деген сөз, иә? Yes, he is. Немесе no, he isn't. Келесі, олар мұғалімдер ме деп қалай сұраймыз, иә? Ол үшін are-дан бастаймыз. Are they, олар? Are they teachers? Олар мұғалімдер ме? Are they teachers? Yes, they are. Yeah, олар мұғалімдер. Яғни біз міне yes дегеннен кейін мына they, сосын are деген мына екі сөз бірінші тұрған сөз бар ғой. Is, he, I am деген осылар мына екеуінің орнына ауыстырып қана жинап қоямыз жауапқа, иә? Yes, they are. They are. Немесе no, жоқ. They aren't. Олар мұғалімдер емес. They aren't. Міне осы барлығы сөйлеу жетістігіне қатысты ереже осындай. Міне мынау сұраулы және болымды және болымсыз. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Осы менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видео ұнаса, сабақ ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Және каналдың астына комментарий ретінде бір үш сөйлем, бір болымды, бір болымсыз, бір сұраулы сөйлем жазып кетсеңіздер жақсы болады. Goodbye.